Таразда республикалық педагогтар олимпиадасының жеңімпаздарын марапаттау рәсімі өтті. Дарынды балаларға талантты ұстаз атты байқауға еліміздің барлық өңірлерінен 300-ден аса мұғалімдер мен оқушылар қатысты. Дәстүрге айналған бұл байқау биыл 3 күнге созылған. Ал олимпиада 4 кезең бойынша өрбіді. Жарысқа оқушылар, студенттер, магистранттар мен жас ұстаздар қатысты. Солардың бірі Перизат Нұржанова. Қарағанды облысы Бұқар-Жырау ауданынан келген аға тәлімгер. Ол сайысқа ерекше дайындықпен келгендігін айтады. Бұл жарысқа бірінші рет қатысып отырмын. Осыған дейін қаншама жарыстарға қатысқан болатын, бірақ бұл жарыс сол жарыстардың ішіндегі ең жемісті, ең үлкен жарыс болып табылады. Бүгінде сол жарыста 4-ші бөлім бойынша аға тәлімгер ретінде қатысып отырмын. 3-ші орын жүлдегері атандым. Бұндай жарыстардың болашақта көптеп болғанын қалаймын, яғни жалғасын табуын тілектеспін. Ал ұйымдастырушылардың айтуынша, мұндай олимпиадалар жас педагогтердің білімі мен біліктілігін жетілдіріп, кәсіби көзқарасын қалыптастыруына оң ықпал етеді. Сондай-ақ мұндай жобалар арқылы ұстаздар өзге оқытушылармен тәжірибе алмаса алады. Байқауға жоғары сынып оқушыларымен қатар педагогикалық колледжде оқитын студенттер, сонымен қатар 5 жылдық мамандық тәжірибесі бар жас ұстаздар қатысуда. Олимпиаданың мақсаты жаңағы педагогтың мұғалімнің деңгейін арттыру осы республикада, жалпы студенттердің оқушылардың бойында педагогикалық саланы сол жерде жаңа оқуға түсуге деген мақсатпен жүргізіп жатыр бұл жерде. Айта кету керек, байқау тұңғыш президент қорының қолдауымен өтіп отыр. Салтанатты шара соңында қатысушыларға арнайы концерт қойылып, үздік шыққандар педагогтер дипломдармен марапатталды. Айгүл Пірәлиева, Несіпбек Шоқан, Шыңғыс Кенесхан, 7-7 Ньюс.